Негіз біздің елімізде пенсия жасты 55 жас қылу керек қой. 63 жас деген ол көп. 63 жас қылуға болады не егер біздің өмір сүруіміз ұзақ болса. Мынандай стресс, қымбатшылық, жалақы ондай көп емес, біраз адамның баспанасы жоқ, кезекте тұр. Жалпы біздің әлеуметтік жағдайымыз сәйкес келмей тұр да. Сондықтан пенсия жасты 55 жасқа түсіру керек. Көп адамдар еңбегінің бейнетін көру керек, бейнетінің зейнетін көру керек дейді ғой. Сондықтан ойлаймыз 20 миллион халық аз. Сондықтан пенсияны 55 жаста шығару керек. Еркегін де, әйелін де. Кейбір кісілер сол 60 жасқа жетпей кетіп қалып жатыр. Өте көп біраз адамдарды білем. Бірінші пенсиясында алмай кетіп қалған, қайтыс болып кеткен. Сондықтан біздің жоғарыдағылар қарастырып, пенсия жасты 55 жас қылу керек.